Сәлем достар, сіздермен бірге Салтанат. Бүгін сіздермен бірге вулкан тортын жасайтын боламыз. Өте дәмді, оңай, тез-ақ жасалынатын торт. Ал бастайық. Ыдысымызға жұмыртқамызды салып аламыз. 5 жұмыртқамызды салып, қантымызды салып 5 қасық, жақсылап миксермен ағарғанша араластырамыз. Ал міне ағарып шықты. Енді үстіне үлкен қасықпен сұйық май тағы да араластырамыз. 1 қасық крахмал, жүгері крахмалы, 1 қасық разрыхителге 150 грамм ұнымызды араластырып алып, екеуін ұнды салып, тағы да қамырымызға араластырып аламыз. Ал міне дайын болды. Енді табамызға майымызды жағып, 200 градусқа 35-40 минутқа пісіріп алатын боламыз. Енді ішіне кремін дайындайтын боламыз. 200 грамм сливкеге 50 граммдай қантымызды салып, миксермен араластырып аламыз. Ал міне дайын болды. Міне пирогымыз пісіп шықты. Енді бөліп аламыз ортасынан. Ал міне бөліп алдық. Енді ортасындағын дәл видеодағыдай етіп кесіп алатын боламыз. Ал енді кремімізге құлпынайымызды майдалап турап араластырып аламыз. Печенье болса, печеньеді араластырып жіберуге болатын еді. Енді пирогымызға жаңағы барлық кремді салып аламыз. Міне барлық кремімізді салып алдық. Жан жағына осылай жағып, үстіне жаңағы құлпынайларды қойып шығамыз. Құлпынай, малина қойсаңыздар да болады. Енді үстіне жаңағы турап алған, кесіп алған пирогымыздың үстін дәл осындай қойып шығатын боламыз. Ал міне өстіп қойып шықтық. Ал міне пирогымыз дайын. Енді үстіне сахарный пудрамызды сеуіп, холодильникке 1-2 сағатқа қойып, одан кейін жіберулеріңізге болады. Өте дәмді. Үйде жасап көріңіздер, тез-ақ дайындалады.